Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мінекей тақтада тұр, Ілияс Жансүгіров «Құлагер поэмасы». Сабақтың негізгі мақсаты шығарманы басқа өнер түрлеріндегі осы мазмұндас туындылармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын анықтау. Яғни осы құлагерге сәйкес келетін басқа да шығармалармен салыстырып, оның көркемдік құндылығын анықтайды екенбіз. Ең бірінші мен үй жүзді тапсырмасына қысқаша тоқталғым келеді. Сіздер білесіздер, Ілияс Жансүгіровтің өмір жолы, шығармашылығы туралы қысқаша ғана тоқталайық бір-екі ауыз сөзбен. Роза, сіз не айтасыз, айта алыңыз. Саласында ерекше туындылар қалдырған ақындардың бірі. Ол қазақ әдебиетіне 20 жылдың басында кештеу келді. Кештеу келгеніне қарамастан 5-6 жылдың ішінде қатарынан алға озып, абайдан кейінгі ерекше ақындардың біріне айналды. Оның алғашқы туындысы 1928 жылы 36 жасында жарық көрді. Ол қазақ әдебиетіне келген кезде жас болды. Сонысына қарамастан ол ізденгіш, зерек болып, халықтың өмірін және де қазақ әдебиеті поэмасы деді. Қысқаша өмір жолына тоқталды. Енді «Құлагер» поэмасында негізі кім жайлы айтылған? Ақан сері туралы айтылған, ал Ақан сері кім болған? Ол туралы қысқаша кім не айтады екен? Айта қойшы. Ол қазақтың ұлттық өнерін биікке көтеріп, қазақ әдебиетінің классикалық үлгісін жасаған. Оның 50-ге жуық музыкалық шығармалары қазақ мәдениетінің алтын қорына еніп, оның шығармаларын белгілі әншілер Әміре Қошалбаев, Жүсіпбек Елебеков тағы да басқа әншілер ел игілігіне айналдырған. Жақсы, отыра ғой. Ал енді оның бір өлеңі туралы бағана тарихын айтамын деп отыр еді ғой, айта ғой. Өлеңінің бірі «Балғадиша» әні елге танымал. Оның қазақ эстрадасында көптеген әншілер орындайды. Мысалға Жігіттер квартеті. Олар бұның несі бастапқы тарауы 90 шумақтан тұратын. Тамаша. Өзің Балғадишаны естіп көрдің, күнде? Жаңа Жігіттер тобының қазіргі біздің жастарымыздың өзі, яғни өзектілігін жойған жоқ екен Балғадиша әні. Жақсы, отыра ғой. Келесі. Енді осы Ақан серінің өзі қандай тақырыпта әндер жазған екен? Шығармалары, өлеңдері қандай тақырыпта екен? Алдай айта ғой. Ақан серінің өлеңдерінің тақырыптары саятшылық, сүйіспеншілік, ғашықтық жырлары және табиғат құбылыстары, ақылдық-нақылдық өлеңдері. Саятшылық тақырыбында ол Көкжендет, Базаралы, Қараторғай деген өлеңдерді жазған. Және сүйіспеншілік, ғашықтық жырлары ол Балқадиша әні, Сырымбет өлеңі, Маңмаңгер, Ақтоқты, Алтыбасар, Мақпал, Терқатқан. Жақсы, бұны қосымша сіз жинақтап келдіңіз, осы әндерді естіп көрдіңіз өзіңіз? Жақсы, отыра ғой. Рахмет. Енді бала «Құлагер» поэмасына тоқталайық. «Құлагер» поэмасына қысқаша не жайлы айтылған оның ішінде? Негізгі идеясы не? Айтып жүрсіз? Ілияс Жансүгіровтің ең соңғы эпикалық шығармасы болып табылады. Және де «Құлагер» поэмасы барлық поэзиялардың ішіндегі ең биік шыңында тұр. «Құлагер» поэмасында Ілияс Жансүгіров Ақан серінің жүйрік атының мерт болуы туралы және Ақанның мерт болуынан кейінгі сүрген өмірі туралы. Жақсы. Бұл жерде балалар қандай байланыс бар? Ілияс, Ақан, Құлагер үшеуінің де тағдыры сол заманның әр ғасырдың өзінің жаңағы озбырлығының құрбаны болып тұр. Мінекей, түбінде жатқан негізгі идеясы осы екен. Жарайды, отыра ғой. Енді оқушылар, сіздер бағанадан бері маған Ақан сері сал дегенді айтып жатсыздар, ендеше қазір тақтаға қарайық. Сіздер тақтадан көріп отырсыздар. Сал деген кім? Сері деген кім? Бұл екеуінің айырмашылығы бар екен. Сал дегеніміз бұл біздің сөзіміздің этимологиясына қараған кезде бұл салдар өте ерке болған екен. Олар салдар ауылдың шетіне келіп жатып алады екен да, менің осы ауылдың ең сұлу, ең әдемі қыздары келіп киізге салып көтеріп әкелсін деп ерке қылықтар көрсетеді екен. Егер олардың үстіндегі киімді ауылдағы басқа адамдар қайталаса, тіпті үстеріне жаңағы басқа нәрсені ыңғайсыз нәрселерді де жамылып алып жүріп солай еркелеген екен. Халық оларды еркелетіп сондай құрметтеген екен. Ал салға қарағанда серілер мәдениетті болады екен. Олар ондай қылықтар жасамайды, өздері өлеңдер шығарады екен. Бұл кісілер бүркіт, сонымен қоса құс салып, қасындағы жігіттерімен ел аралаған, бірақ салдарға тән ерсі мінезді, аттан құлау, елден ерекше күлкілі киімдер кию тәрізді іс-әрекеттерді жасамаған екен. Мінекей, сондықтан сал дегеніміз Ақан, бізде сері, Ақан сері көрдіңдер ме? Сал мен серінің айырмашылығы не екенін білдіңіздер. Бұны керек кезінде сосын кейін жазып алып отырасыздар. Келесі. Енді қазір мен сіздерге
үзінді беремін. Сол үзіндіде Ақан серінің шығармасындағы құлагер менен құлагерді Күреңбай қайтеді, сынайды, иә? Аттың сынын. Және Абайдың аттың сыны деген өлеңі бар. Екі өлеңді экранға қоямыз, соның ішіндегі ұқсастығы мен айырмашылығын дәптерге жазасыңдар. Жақсы, дәптерге кездесіп орнай қояйық. Мінекей, мынау Ілияс Жансүгіровтің өлеңі, тез жазып алыңдар. Соң-аяқ бір тақпақтай болады, иә? Осы Ілияс Жансүгіров пен Абай атамыздың атты сынауында осындай ұқсастықтар бар. Аттың сынын айтқанда, иә? Ұқсастығы қандай екен? Ілияс атам қалай суреттейді, Абай қалай суреттейді екен? Ілияс Жансүгіров сом-аяқ быртық бақай болат тұяқ тасындай шұбар ала көкшетаудың деп суреттеген. Суреттейді, иә? Құлагер де осылай суреттейді. Ал Абай атамыз шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ, қой мойынды қоян жақ бөкен қабақ, ауыз омыртқа шығыңқы майда жалқы, ой желке үйренген болса сағақ. Үйренген болса сағақ. Енді бүгін Ілияс Жансүгіров поэмасындағы көркемдегіш құралдарын талдаймыз. Яғни авторы кім бұл құлагер поэмасының? Ілияс Жансүгіров. Тақырыбы қандай? Құлагер. Енді оқиғаның желісі. Яғни композициясын айтамыз, сюжетін. Басталуы, дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі, шешімі. Бұны үйден орындап келесіңдер. Поэманың толық нұсқасын мен сіздерге бергенмін. Үзінді қылып содан жазасыздар. Одан кейін қандай көркемдегіш тәсілдерді қолданған? Көркемдегіш тәсілдерге не жатады? Эпитет, теңеу, метафора және басқа көркемдегіш құралдарды мына жерге тауып жазып келесіздер. Одан кейін не суреттелді, немен аяқталды? Бұл үйге тапсырма. Түсінікті ғой. Енді осы Ілияс Жансүгіровтен басқа Ақан сері жайлы Сәкен Жүнісов Ақан сері деген роман жазған екен. Сол Ақан сері романында құлагерге соққы тиіп, Ақан сері өзінің ер-тұрманын алып батысқа қарай құлагер әнін салып зарлап кетіп бара жатқандағы жерінен үзінді бізге үстіндегі мөңкені қалай ұшып кеткенін де аңғармайды. Ғұмырында бірінші рет құлауы, құлагер жандарменге атып тұрды. Қалай кісінеп жібергенде аңғармай қалды. Жалбарынған ащы үнге кең өзек жаңғырықты. Қолтығы дірілдеп балаға қарай аттай беріп еді, белі майысып, қиралаңдап, тілерсегі шоңқиып бар, тағы құлады. Басы зеңгіп астындағы жең дөңбекшіп, өзін шыр көбелек айналдырып әкетіп барады. Шекесінен шып-шып аққан жылымшы қан көзіне құйыла берді. Тынысы тарылып, өзі бұрын естімеген қырыл шықты. Осылайша қаншама алаңның бәйгеде алдына еш жерік салмаған Ақан серінің атақты құлагері өлім мен өмір алдында жанталасып жатты. Қиналып жатқан құлагердің осы жолы иесінің сеніммен шыға алмағаны өзегін өртеп жатты. Қадірлі ием күтіп қалдау, өзі қайда екен, шынымен шаба алмайтын болдым ба? Шіркін-ай бауырым жазылып, енді ғана еркін кесіліп ем. Жалғыз шоқпаннан гөрі көп атпен қатар жарысып, күш сынатқан қандай қызық. Жабырылған жұрттың алдынан құйындап ұшып, жер жандырған көптің даусын естіген қандай раха. Қанша шашап, әлсіреп келе жатсаң да, адам даусы қанат бітіріп көтеріп әкетеді-ау. Адамдарға сонша сенген, өзінің адалдығы мен өмір бойы адамдарға қызмет еткен құлагер өзінің ажалының да сол адамдардың боларына сенбейді. Жоқ, мүмкін емес дейді ол. Адам баласы мал жанның жауы деп бөрісіп қана соғып өлтіреді. Жылқыны өйтпейді деп өз ойына өзі араша түседі. Ол ылғи да адам деген мейірімді жылқы баласынан бұған асқан көз жоқ деп ойлайды. Ол атаның іздеп соңғы рет кісінегісі келді. Бірақ ерні жыбырлап, дыбысы шықпады. Тұла бойы сіресіп тартылып барады. Осы кезде жапқылаған ат дүбірі еміс-еміс естілгендей болды да, қарағым, қанатым тиген иесінің дірілдеп даусы дәл алған құлагер сараттан түсіп, тізерлеп отыра кеткен аққаны құшағына шағын төседі. Есінің үсті жылғылдаған су екен. Көзінен аққан бір тамшы жас өлі көзге үзіліп түскенге жан біткендей дір етті. Ақан қайғыдан ұрып, егіліп, ол жыл серік сынып түскен қанатымды қалдырып барамын деп егілген Ақан соңғы рет құлагеріне қарады. 10 шақты жігіт астына арқан салып, құлагерді терең жамбылға түсіре бергенде көзіне жас толып алған Ақан, апырай абайлаңдаршы, бір жерін мелкіріп алмандаршы деп тағы да егілді. Жан серігі пырағынан айырылған Ақан құлагердің ер тоқымын арқалап күнбатысқа қарай зарлап бара жатады. Іштегі ащы күйіктен төгілген құлагер әні Ақын зары төгілді. Жалпы қазақ халқы үшін аттың орны өте ерекше болған екен. Біздің ата-бабамыз мінсе көлік, ішсе азық, сусын ретінде осы әсіресе жылқыны пір тұтқан екен. Біздің өзіміздің ел таңбамыз да осы жылқының, пырақтың суреті бейнеленген. Бұның бәрі тегін емес. Енді жалпы бүгін біздің қазақтың даласы өте ұлан-ғайыр, оны осы аттың қомында жүріп біздің ата-бабамыз осыншама ұлан-ғайыр жерді қорғаған екен. Олай болатын болса, біздің осы жерімізге 5 Францияны, 15 Қырғызстанды, 111 Голландия мемлекеті сыйдыруға болады екен. Бұның барлығы бізге ата-бабамыздан қалған сый екен. Осыншама ұлан-ғайыр жерімізге ие болуға аттың жалы түйенің қомында жүріп себепкер болған бірінші қазақтың өзі болса, екінші оның астындағы аты болған.
қазақ халқының тағдыры ердің қолында болса, ердің тағдыры аттың жолында болған. Жылқының қасиетін қазақтай ешбір халық білмеген. Себебі қазақ халқындай жылқының әр жасына байланысты атау беріп, түсі мен жүрісіне мән беріп, оған да ат қойып айдар табу бірде-бір халықта жоқ. Сол сенімді серігінің арқасында ата-бабамыз осыншама ұлан ғайыр жерді білектің күшімен, найзаның ұшымен мұра етіп бізге қалдырғанның өзі дәлел емес пе? Сондай аттардың бірі құлагерді Ақан осылай жақсы көрді. Тілі жоқ демесем, құлагер төрт түліктің ішіндегі ең жақыны, ең аяулысы еді. Сондықтан да Ақанның құлагермен жаны бір еді. Құлагерге сай сүйегінің сырқырауы тегін емес еді. Елін сүйген Ақанды Ақан сүйген. Құлагерді біз де жақсы көрдік, біз де сүйдік. Ақанмен бірге қуандық, Ақанмен бірге жыладық. Ақандай ардақтысын ардақтай алмаған кейбір парықсыздар үшін ұялдық. Ат дегенде ішкен асын жерге қоятын қазақ деген халық үшін Ақан мен құлагердің орны ерекше. Оны бізге көркем де сұлу, мазмұнды да мағыналы, әсерлі де әсем жеткізе білген Сәкендей жазушының, Ілиястай дүлдүлдің басқа шығармаларынан оқымау қазақтығымызға сын болар еді. Ендеше сіздерге, құрметті оқушылар, үйден осы ер қанатты ат деген жылқы малына байланысты мақал мәтелдер қосымша жаттап келесіздер. Одан кейін бүгінгі сабақта сіздер құлагер ат жүйрігі деген тақырыпта шағын өздерінің ой толғауларını жазып келесіздер. Бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан Елнұр, Мейірбек, Роза, Ибрахим, Абылай және Мәулен, сендерге үлкен рахмет. Келесі сабақта қалғандарың да осылай қатысып ат салысады деген ойдамын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.